наверное, самый успешный на сегодня это Кундалек, электронный дневник. За с 1 сентября. Электронды күнделік мәселесі интернет жоқ жерлерде қалай шешілмек? Мұғалімдерге арналған. Енді мұғалімдер интернет болмаса, оның күнделікті толтыру жұмыстарын керек болмаса, оларға ешкім мәжбүр деп не арқылы не. Позвольте мне пояснить касательно введения 5-дневной учебной недели. Білім және ғылым министрлігі 5 күндік оқу жүйесіне енгізсе де, сенбі күні мұғалімдердің демалуына неге құлықты емес? 300-ден астам жыл сайын оқулықтарды дайындап отырмыз. Елге оны көрсетеміз. Ол сайтта 6 ай тұр. Сонда қарамайсыңдар ма? Сайтта 6 ай тұрған кітаптар неге жетіспей жатыр? Мұғалімдерді мәжбүрлеуді тоқтатамыз. Қазір ұстаздар жұртқа жол жүру билет. Мұғалімдерді өз қызметінден тыс жұмыстардан министрлік арашалай ала ма? Осы және басқа да жаңалықтар туралы толығырақ